Баршаңызға сәлем. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлзада. Бүгін сіздермен өте оңай және тез дайын болатын дәмді салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге керек ингредиенттерімізді дайындап аламыз. Колбаса, жұмыртқа, тұздалған қияр, жүгері және керешки майонез керек болады. Ең алдымен колбасамызды ұзыншалап турап аламыз. Ұзыншалап турап алдық. Енді тұздалған қиярымызды да солай ұзыншалап турап аламыз. Каналымда аптасына 2 рет жаңа рецепттер шығатын болады. Жазылып алуды ұмытпаңыздар. Қиярымызды турап алдық. Енді жұмыртқамызды да ұзыншалап дәл солай турап аламыз. Жұмыртқамызды да турап алдық. Енді жүгерімізді саламыз және керешкемізді салып, дәміне қарай өздеріңізге ыңғайлап майонез саламыз. Тұз салған жоқпын, өйткені тұздалған қиярдың тұзы бар және майонезінде тұзы бар болғандықтан тұз салған жоқпын. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Салатымыз дайын. Дайындап көруге кеңес беремін.